студенттер, мен аты-жөнім Садуақас Сайбек Серікұлы. Бүгінгі дене тәрбиесі сабағында қарастыратынымыз төменгі сөреден шығу техникасы. Негізінде сөреден шығудың екі тәсілі бар: төменгі сөре және жоғарғы. Төменгі сөре бізде қысқа қашықтықтарда қолданылады, ал жоғарғы орта және ұзақ қашықтықтарда қолданылады. Ең алдымен оқытушының бұйрығы бойынша сөреге деген бұйрық берілгенде оқушы сөре сызығына келіп, бір толық табан немесе жарты табан өлшеп алып, толығымен отырады. Осы жағдайда тізе өкше деңгейінде болу керек. Ал қолды сызық бойымен қойып, қолымыз иық деңгейінен сәл алыс болу қажет. Дайындал деген бұйрық берілгенде дене салмағы алға жіберіліп, бөксе көтеріңкі болу керек. Жүгір деген бұйрықта екпін алып, бірте-бірте көтеріліп, алға қарай жүгіреміз.